Буллинг. Ағылшын тілінен аударғанда буллинг кемсіту, келемеждеу, қорлау деген мағынаны білдіреді. Қарапайым тілмен айтқанда буллинг дегеніміз адамның өзгеге күш көрсетуі, қорлауы. Мектептегі буллинг қайдан пайда болады? Қазіргі уақытта әлеуметтік желілер мен технологиялардың жаңа деңгейге шығуы балалар арасындағы буллингті де жаңа деңгейге көтерген. Буллинг көп жағдайда физикалық қысымнан ғана тұрмайды. Көбінесе психологиялық шабуыл, қорлау, жаман сөздер айту, келемеждеу, өсек пен өтірік сөз тарату және шеттетуден тұрады. Әсіресе соңғысы балалардың өз ортасынан алшақтап, жалғыздықтан суицидке баруына әсер етеді. Балалар арасында буллинг бұрыннан бар нәрсе. Тек қазіргі уақытта телефонға түсіріп алу, оны таратып жіберу секілді әрекеттер бұл мәселені одан бетер өршітіп жіберді. Сонымен қатар, қазір буллингтің физикалық түріне қарағанда психологиялық шабуылы көбірек байқалады. Балалар арасындағы суицидтің көп белең алып кетуі де осыған байланысты. Алайда, біз бұдан физикалық буллингке қарағанда оның психологиялық түрі қауіпті болады деп айта алмаймыз. Бұлардың екеуі де қауіпті. Мысалы, физикалық шабуыл кезінде қудалауға ұшыраған баланы итеріп жіберіп, немесе ауыр соққы жасаса, психологиялық түрінде баланы шеттету, мазақтау, күлкіге айналдыру болады. Мұның барлығы да ақыл есі қатпаған жасөспірімге ауыр әсер етеді. Буллинг белгілі бір кісінің немесе топтың өзінен әлсіз тарапқа қарсы күш көрсетуі болғандықтан, жәбірленуші өз ойын еркін айта алмауы мүмкін. Ақша қайда? Дұрыс па барлығы? Иә, дұрыс. Жаза ғой тапсырма, неге ойланып кеттің? Мінекей жолымыз. Айбек, барлығы дұрыс па сендер? Менде бәрі дұрыс емес. Сыныпта зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін келесі кеңестерге назар аударыңыз. Бірінші, буллинг туралы сөйлесіңіз. Буллинг басқалардың психикасына қалай әсер ететінін және жәбірлеушіге қандай шаралар қолданылатынын түсіндіріңіз. Сонымен қатар, сыныптың басты қағидасы сыйластық пен құрмет екеніне назар аударыңыз. Екінші, сыныпта буллингке қарсы тұрушыларды қолдаңыз. Сыныпта оқушылар арасында осындай келеңсіз жағдайлар болғанда, қалған оқушылар үнсіз қалмай, қарсы шығып, буллингті тоқтату керектігін түсіндіріңіз. Сонымен қатар, дереу сізбен қауіпсіз түрде байланысқа шығуға болатынын айтыңыз. Үшінші, сыныптың ауызбіршілігін қалыптастырыңыз. Сынып іс-шараларында және жалпы сыныпішілік міндеттерде әрбір оқушыға жауапкершілік беруге тырысыңыз. Солайша бала өзін бір команданың, отбасының, қоғамның мүшесі ретінде сезінеді. Психологтың сөзіне сүйенсек, жасөспірімдер арасындағы буллинг кешенді тәсілді қажет ететін мәселе. Мектептегі қудалаумен бала жалғыз өзі емес, бүкіл тарап, оқушының өзімен қатар, ата-ана мен мұғалім де күресуі керек. Буллингке ұшырағандарға айтылатын алғашқы кеңес маманның көмегіне жүгінген жөн.